Бүгін біз Бердағ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті, Қарақалпақ филологиясы һәм журналистикасы факультеті, журналистика қанегелігінің екінші А топар қызлары менен көше мәдениеті докторы Алишер Акимов менен біргелікте ерте тұру челленджіне қатнастық. Сауап істі һәр кім һәр күн өслеу керек. Келің достар, сауап іслеп жарсайық. Жұлдызлардың ең жақтысын теріп ала қойған, адамлардың ең жақсысы сол жақтыға. Алишер аға, сіз жүдә жақсы жойбарды жолға қойған екенсіз. Бұны бастауыңызға, істеуіңізге не зат түрткі болды? Бұны бастауға маған Қазақстанлы Алпамыс деген жігіт түрткі болды. Ол да сол үйінің атырапын спортпен шұғылданатын жерін сондай тастандылардан тазалайды оны екен. Соның видеосы маған түрткі болды. Бұнан көзленген тикарғы мақсат не? Бұнан көзленген мақсат отанның тазалығына үлес қосу. Енді тазалық деген нәрсе бұрыннан бар, ата-бабамыздан, бірақ қазіргі уақытта көпшілік адам ұмытқан нәрсе. Соны мен тек жаңаланып, сол елді таза қылу мақсатым. Және үлкен мақсатым елімізді бір жыл болса да таза мемлекетке айландыру. Бұны істеу дауымында қандай қиыншылықтар болды сізде? Бұны істеу дауымында қиыншылық болып жатыр. Мәселен, бір тазалап кеткен жерді және айланып барсам, ол жер және ойран болып жатыр. Онан кейін мусорщик деген атты алдым, халқымыз сондай бір жақсы ат берген екен. Әйтпесе телефондарына да Алишер Мусор деп сохранить етіп қойған екен. Ол маған батады, енді бірақ енді көпшілікке түсіндіріп болмайды. Онан кейін не дейді, бір келеді та мен қасыма адамдар, бірақ лайк ямаса сол не дейді, просмотр дейміз ғой, қаралым, сондай жинау үшін сондай ниетте келетін адамдар бар, солар маған үнше ұнамайды. Қосық теңіз болсам балық, іс бұйырса сіздей қалық, аяғымды қолға алып, басымменен жұмалайман. Сен туарсаң ақылды да, сұлуды да, батырды да, халық деп сенің атыңды да, кім қойса да дана қойған. Сен туарсаң ақылды да, сұлуды да, батырды да, халық деп сенің атыңды да,